еліміз егемендігін жариялап, етек жеңімізді жинаған сәттен бастап, біздің елімізде, яғни қазақ халқында өзіміздің рухани мәдениетімізге, рухани құндылығымызға ерекше көңіл бөліне бастады. Әйтсе де атадан қалған асыл сөздерді насихаттап, жадында сақтап, осы күнге дейін бізге жеткізіп келген көнегөз қарияларымыздың азайып бара жатқандығынан, біздің фольклорымыз, авторлық ауыз әдебиетіміздің өркендеу жолы да азая бастады. Бірақ әйтсе де қолда бар жәдігерлерді өңдеусіз, толықтырып, сол қалпында жариялауда, сонымен қатар терең әдеби зерттеулер жүргізуде көптеген жұмыстар жүргізіп жатқаны белгілі. Осындай жәдігерлер, асыл мұраларымыздың бірі бабалар сөзі көп томдығы, яғни қазақ фольклорының 100 томдығы біздің Лисаков орталық кітапханасында орналастырылған. Осы көп томдықта, яғни бұл айта кететін болсақ, мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында осы көп томдық жарыққа шыққан болатын. Бұл бабалар сөзі көп томдығының 20 томы батырлар жырына, 13 томы тарихи жырларға, 7-еуі діни дастандарға, 13-і хикаялық дастандарға, 8-і ғашықтық жыр дастандарға, сонымен қатар 5-еуі ертегілерге арналған болатын. Сонымен қатар бабалар сөзі жинағында балалар фольклоры, көне эпостық жырлар, сонымен қатар хикаяттар, ауызекі әңгімелер, ырым тыйымдар, түс жору, сатиралық әңгімелер, шежірелер, көп ауызекі жаңағы өзіміздің фольклорымыз толық қамтылған. Сондай-ақ бабалар сөзі жинағында жалпы біздің қазақ халқының ғасырлар бойы жинап келе жатқан асыл мұрасы, тарихы, мәдениеті, фольклоры, педагогикасы, психологиясы, өнері барлығы осы көп жинақта толық қамтылған. Жалпы көзі қарақты, көңілі ояу, өзіміздің оқырмандарымызға айтарым, біздің орталық кітапханаға келіңіздер. Бізде осындай жауһарларымыз бар, бабалар сөзі 100 томдығы. Осы 100 томдықты келіп қарап, өздеріңізге қажетті жаңағы материалдарды алуларыңызға болады. Қарап, көріп, үйге алып оқуға да сіздердің мүмкіндіктеріңіз бар.